музыка харам дейді, сурет салу харам дейді. Бірақ бұл нәрселердің бәрі Алтын Орда хандарының исламды қабылдағаннан кейін бастап алды. Осы себепті қазақтар артта қалып қойды, өнерден алшақтады деген айтқысы келеді. Соған не дейсіздер? Мен жауап берейін. Қазір жауап бересің. Осы Айша анамыз жас. Негрлер о қырда отырады Мәдинаның сыртында, төбелерде. Олар той қылғанда бақыр ойнап, ой өлтіріп береді. Сол дауысты естіген жас анамыз Айша пайғамбарымызға айтады: "Я Расулалла, тойға барсақ бола ма?" деп. Болады деп. Барғаннан кейін сол той тарқағанша пайғамбарымыз отырады. Сол той тарқағанша пайғамбарымыз отырады. Кейін Айша анамыз сұрады: "Сіз жеп шыдадыңыз? Шариғат бұзатын жері жоқ. Бәрі шариғатқа киініп, біреуді жамандап отқан жоқ, біреудің қатынына көз қарап атқан жоқ, біреуін ағып атқан жоқ. Шариғатқа лайық болғаннан кейін рахаттанып отыр. Алла тағала музыка еспе деген жері жоқ қойды. Табиғаттың өзі музыка қойды. Көктердің өзі музыкалап тұрады қойды. Мен сол көріп жоқпын ба деді. Музыканы ешкім жоқ деген жоқ. Музыканы біреудің қатынын мақтап, біреудің қатынын сүйемін деп қолдансаң, онда тыйым салма. Басқасына ешқандай жоқ деп. Бұны қайтесің? Бұны қайтесің? Пайғамбарлардың ішінде аспапта ойнағандар болды ғой. Болды. Аспапта ойнаған не пайғамбарлар болды? Ол тыйым салынған нәрсе емес. Ол бұзықтыққа жатпаса болды ғой. Біреудің қатынына қарап қызықтырып, мен сені сүйемін, екемшегің әдемі екен, өзің көзің мына екен деген жоқ қой. Анаған ая болмаса анадан мынандай. Ал сол үшін ешқандай неге болмайды. Бүйтіп исламды әлімсіге итеруге хақы жоқ. Ислам өлікке жаралған емес. Ислам дүниені әділдікпенен, шындықпенен көрсету үшін жаралған нәрсе. Хазіреттің сөзіне қосымша. Демек, жаңағы пайғамбарымыз қатысқан тойдағы музыка, әуен рухқа қызмет істеп тұр. Рухқа. Адамның рухын тәрбиелеп тұр. Ал сіз айтқандай жаңағы нәпсіге қызмет істесе, ол харам. Ал харам. Міне, қорытынды. Енді Әл-Фараби бабамыз нота жазып кетті емес пе? Әл-Фараби бабаның өзі күйші болған ғой. Қырғын тартатын болған. Ол Иранды ұстады ғой бұны. Ұстап бұны өлтіретін болған уақытта музыканы тартқанда бәрін ұқтатып алып қашып кетіп қалған. Бабам музыкамен ұқтатып кетіп қалған. Оның қайқаты қасына. Міне, музыканың да пайдасы бар. Өлетін жерден құтқарып жіберді. Байқамайсыз ба? Бұны естігеннен кейін аналар не істейтінін білмей қалатын болды ғой. Міне, өмір қалай. Менің бір қателесетін жерім бар. Мен мандолинді тартқанда, разы капурларды тартқанда өлтіріп жіберетінмін. Әнті күшті тартатынмын. Кейін анау шала молдалар жаңа айтылған. Болмайды деген естіп, мен бұны тастап қойдым. Сөйтсем, кейін Арабиядан оқығанда білдім, ол алдағы түсіп қаппын. Тастамауым керек екен. Сонан кейін ұстасам қолым бармайды, оны қарасам. Әлге дейін өкінемін соған. Ақымақтардың сөзіне еремін деп, өзімнің сондай нелерінен ажырап қалғанын өкінемін. Алла тағала берген қабілет қой енді. Қабілет? Мендесі ажы капурлар тартқан, той болатынан бір апта 10 күн бұрын шақыратын